Ассалаумағалейкум, бүгін морковный капкейкі дайындаймыз, кеттік. Ең алдымен жұмыртқа мен секерді араластырып аламыз. Сұйық май құйып араластырамыз, бір апельсиннің цедрасын салып тағы да араластырамыз. Грецкий орех қосылған ұнымызды қосып араластырамыз. Үткіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Ыдыстарымызды осылай текшелеп дайындап аламыз. Бір ас қасықтан салып шығамыз. Менде барлығы 16 штук капкейк шықты. 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Сары май мен сахарный пудраны салып араластырып аламыз. Одан кейін үстіне творожный сыр салып тағы да араластырамыз. Осындай кондитерлік мешокқа салып, арнайы насадкамен осылай кремімізді жағып аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Менде клубника. Осымен біздің морковный капкейкіміз дайын. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Мейрамбек, және де инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар.